Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына KZ каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін бай мен диуана атты қызықты ертегіні тыңдайтын боламыз. Ендеше құлақ түріңіздер. Баяғыда бір бай мен кедей болыпты. Кедейдің бір баласы бар екен. Ал байдың 3 әйелі болса да баласы жоқ екен. Жарлының үйі үнемі көңілді болады. Күндіз-түні ойын күлкісі үзілмейді. Бір күні бай да, жарлы да намазға барыпты. Бара жатып бай жарлыға: "Сендер күнде үй ішіңмен шулап жатасыңдар. Өздерің тамақтарыңды таба алмай жүргенде, сендерге ойын күлкі не керек?" депті. Сонда жарлы: "Бай, сіз білмеген екенсіз. Біздің бір алтын сахамыз бар. Сол саханы әйелім иіреді. Біресе өзім иіремін. Соған күлеміз де жатамыз" депті. Сонан бай үйіне келіп, алтыннан саха салдырып, оны әйелімен кезектесіп саха иіреді. Оған ешкім де күлмейді. Ертеңіне тағы да намазға бара жатып, бай: "Ақымақ жарлы, иірген сахаға несіне күлесіңдер?" дейді. Сонда жарлы: "Байекай, сен өзің бай болсаң да ақылың жоқ-ау. Менің айтқаным сақ емес еді. Ол әлгі балам еді. Сен оған түсінбеген екенсің ғой" депті. Сонда бай ух деп үйіне келіп жатып қалады. Сонан байдың бір күні үйіне диуана келіпті. Әйелдер диуанаға ақша берсе алмайды. "Саған не керек?" десе, "Маған бай керек, бай қайда?" депті ол. Сонан қатындары байды шақырып келіпті. Сонан диуана байға: "Сен жылама, саған бала беремін, бірақ ортаншы қатыныңның баласын өзіме бересің" депті. Бай "Болды, беремін" деп, содан диуана 2 үлкен әйеліне 2 алма беріп, ортаншы әйелінің баласын өзім аламын деп кетіп қалыпты. Артынша көп ұзамай байдың әйелдері жүкті болып, екеуі де босанады. Әйелдер аман-есен босанған соң, диуана келіп, ортаншы әйелінің баласын көріп, "Жетіге келгенде алып кетемін" деп кетіп қалады. Арада 7 жыл өтіпті. Балалары үлкейіпті. Әлгі ортаншы әйелінің баласы өте жақсы болыпты. Оны әкесі диуанаға беруге көзі қимайды. Диуананың келетін уақытында баласын да мектепке береді. Ол мектеп балалардың бәрінің басына тас кепеш кигізеді екен. Сонан бір күні баласын алып кету үшін диуана келіпті. Бай диуанаға: "Балаң мектепте оқып жүр. Сонан барып өзің танып ал" депті. Диуана мектепке барып, балалардың бәріне ақ алма мен қызыл алманы көрсетеді. Қызыл алмаға қызыққан баланың қолынан жетелеп алып кетіпті. Бала жатырқап, жылап, диуананың соңынан амалсыз еріп келе жатса, жолда бір қубас домалап кездесе кетеді де, балаға: "Балам, мына шал сені барғасын үлкен бір дарбазадан кіргізеді. Дарбазаның ішінде үлкен бір үйде үлкен қара қазан қайнап тұр. Сен сол қазаннан айналасың. Айналып келе жатқанда шал сені сол қазанға итеріп жіберіп, пісіріп жейді. Егер сен мұнан құтылғың келсе, барғанда қазаннан айналма. Айнал дегенде сен өзің айналып көрсет де, ол айнала бергенде сен өзін қазанға итеріп жібер. Ол өледі. Шалдың қалтасында есіктің кілті бар. Оны ал да үйлерді шетінен аша бер. Ол үйлерден адам мен мал шыға береді.
оларды сен босатып жібер. Ең соңында 2 үй қалады. Ол 2 үйді ашсаң, екеуінде 2 ат байлаулы тұрады. Аттардың біреуі ақ боз ат, біреуі көк боз ат. Көк боз атқа жолама. Ақ боз атты жануар-ай деп сауырынан сипап алып шық, дейді. Бала қу бастың сөзін тыңдаймын деп диуанадан қалып қойған екен, артынан жүгіріп келеді. Келсе, балам, не қып қалып қойдың, дейді шал. Бала ұйықтап қалған екенмін, дейді. Олай болса жүре ғой, деп алып келіп баяғы айтқан үлкен дарбазаға кіргізеді. Онан тағы бір үйге кірсе, бір үлкен қара қазан қайнап тұр екен. Диуана, балам, мына қазаннан айналшы, дейді. Бала, жоқ ата, мен қалай айналамын? Өзің айналып көрсетші, дейді. Диуана, әй бала, несі бар айналмай, деп айнала бергенде, бала қазанның ішіне диуананың өзін итеріп жібереді. Диуана өліп қалады. Бала оның қалтасын қарап, кілттерді алып, шетінен есіктерді аша береді. Қамап қойған адамдардың бәрін босатып жібереді. Ең соңғы үйді ашса, 2 ат тұр екен. Бала, әй қубасай, басқа айтқандарың тура келмеді ғой. Мынадай көк боз ат тұрғанда, адам анадай ақ боз атқа алар ма екен, деп көк боз аттың қасына бара бергенде, ат баланы бір тебеді. Сол сәтте бала күмп беріп 7 қабат жердің астына түсіп кетеді. Сонан бала жердің астына түссе, көз ұшында бір жылтыраған тесік көрінеді. Сол тесіктен көрінген сәулеге қарай жүре-жүре бала жердің астында бірнеше жылды өткізеді. Басы таз, үсті қотыр болып, әбден азып-тозып жүдейді. Ақырында әлгі тесіктен келіп шығады. Шықса, көп адам қолына садақ алып кетіп бара жатыр екен. Бала да шығып жаңағы адамдарға келеді. Олардан, сіздер қайда барасыздар, дейді. Онда олар, біз патшаның тойына барамыз. Патша бір биік теректің басына жамбы тігіп, кімде-кім соны атып түсірсе, соған қызымды беремін, деп жар салыпты. Соған келеміз, дейді. Соларға ілесіп, бала да тойға барады. Басқа жұрт жиылып, жаңағы теректің басындағы жамбыны кезек-кезек атып жатыр екен. Таз бала да келіп, елдің бір шетінен тамашаға қарап тұрады. Жиылған адамдардың бәрі де жамбыны атып жатыр. Бірақ ешқайсысы тигізе алмайды. Ақыры жамбыны атқысы келіп, бала біреудің садағын сұрайды. Сұраса, сен байғұс әуре болып не қыласың? Сен түгіл біз де тигізе алмай жатырмыз, деп ешкім садағын бермейді. Сонан бала патшаға, қыздың әкесіне барып, мен бір жолаушымын, жамбыны атып мен де көңілімді көтерейін деп едім. Ешкім садағын бермеді. Тақсыр, сіз маған біреудің садағын алып беріңізші, мен де атып көрейін, деп өтінеді. Патша баланың бас аяғына қарап, осы тигізе алушы ма еді, деп іштей ойлайды да, ал ата ғой, деп біреудің садағын алып береді. Бала атып теректің басындағы жамбыны қақ бөліп жерге түсіреді. Анталап тұрған адамдар, патшаның күйеу баласы таз диуана болды, деп баланы кілемге салып көтеріп ала жөнеледі. Бұған бермесем, сөзімде тұрмағаным болады. Берсем, қызым қалай ма, қаламай ма, деп патша уайымға кіреді. Ақыры ары ойлап, бері ойлап, қой, мұны қызыма айтайын, қызым не дер екен, деп қызына болған жайды айттырса, ол, мен тиемін, Құдайдың маған бұйырғаны сол шығар, деп әкесіне жауап береді.
Сөйтіп, патша таз балаға қызын қосады. Қыз таз күйеуін дұрыстап бағады. Неше түрлі дәрімен емдеп, басының тазын жазып, әп-әдемі байбатша қылып шығарады. Сонымен арада бірнеше жыл өтеді. Бір күні бала түс көреді. Түсінде әкесі мен шешесін көреді. Ертеңіне әйеліне: «Мен енді еліме кетемін» дейді. Оған әйелі жауап бере қоймайды. Бала қайта-қайта айтып қоймаған соң, әйелі: «Бар, патшадан рұқсат сұра. Егер жіберсе, екеуміз де кетеміз» дейді. Бала патшадан барып рұқсат сұрайды. Патша да бірден жауап бермейді. Бірақ бала рұқсат сұрап қоймаған соң, ақыры жібермекші болады. Той қылады. Патша қызы мен күйеу баласын отаулап, 40 нарға жүк арттырып, 40 құл жалдап көшіреді. Өзі де бір айшылық жолға шығарып салады. Бала бірнеше күн жол жүріп, баяғы көк ат теуіп өзін жердің астына түсіріп жіберген жердің тұсына келеді. Бала қолына қылышын алып, келіншегіне: «Сендер жүре беріңдер» деп, өзі баяғы өзін тепкен атқа келеді. Орнында 2 ат әлі тұр екен. Бала қылышпен көк аттың басын кесіп, ақ боз атты жануар-ай деп сауырын сипап, тысқа алып шығады. Ақ боз атқа мініп, көңілі жайланып, көшіне келеді. Басынан өткен барлық оқиғаны әйеліне айтып береді. Енді баяғы әкесінің тамына келсе, бәрі бұзылып, жер болып кеткен екен. Маңайында ел жоқ. Бала: «Бұлар бәрі өліп қалған екен ғой. Енді қалаға барып, бір қоражай салып алайын» деп, көшіп бір қалаға келеді. Қаланың шетіне көшін тастай беріп, көшені аралап келе жатса, бір ағасы байдың отынын шауып жатыр екен. Бала ешкімге сыр білдірместен көшіне қайтып келіп, қаланы бір қоражай сатып алып орнайды. Орныққаннан кейін әке-шешелеріне, ағаларына адам жіберіп алдыртып алады. Барлығын жуындырып, киіндіріп бағады. Бірақ өзінің кім екенін бірден айтпайды. Бір күні шешесі отырып: «Ойпырмай, менің емшегім иіп барады» дейді. Әкесі отырып: «Менің жүрегім дүрсілдеп барады» дейді. Сонда бала отырып: Сіздердің жүректеріңіз дүрсілдеп, емшектеріңіз иісе, оның себебін айтайын. Сіздердің баяғы диуана алып кеткен балаларың мен боламын. Жүректеріңізді соны сезген болар» дейді. Әке-шешесі сол жерде талып қалады. Біраздан кейін баласы тұрғызып алып, көрісіп, амандасып, көңілдері жайланып, бала 2 ағасын 2 жаққа сауда жасауға жіберіп, әкесі мен шешесін өзі қолында бағады. Сөйтіп, бала бақытты болып, барша мұратына жетеді екен. Құрметті оқырмандар, біздің бүгінгі ертегіміз осымен аяқталды. Келесі қызықты ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар.